Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Гүлжайнар, Жақыпова Гүлжайнар Айдарханқызы. Мен жасым 53-те, 3 баланың анасымын, 4 немеренің әжесімін. Енді өзімнің осы қысқа ғана уақытта керемет өнімге кездесіп, керемет компанияға кездесіп, өзімнің қаншалықты өмірімнің өзгергендігі жайында айтып бергім келіп отыр. Осыдан 3 жыл бұрын, яғни 2020 жылдың 28 тамызы күні мені бір таныс құрбым шақырып, маған мынадай саумал деген өніммен таныстырды. Негізінде мен өте жақсы қабылдадым бұл ақпаратты, бірақ айтайын дегенім, мен сол кезде негізінде осы ақпараттар маған қажет болды деп ойлаймын. Сол өте бір қызықты ақпараттармен бөліскім келіп отыр. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл саумал өнімін біздер барлығымыз білеміз, қаншалықты пайдалы екендігін, қаншалықты адамға ішу керек екендігін. Бірақ соншалықты адамның ағзасына беретін маңызын, құндылығын білмейді екенбіз. Бұл компания негізінде 2020 жылдың 8 тамызында официально деміз, ресми түрде жарияланады, және компанияның құрылтайшысы, иесі, президенті Касейнова Сәуле Басенқызы, қазақтың батыр қызы деп айтуға болады. Сонау бір халықтың басына үлкен бір сондай қиын кезең туып жатырған уақытта, нағыз халыққа керек уақытта осы компания пайда болды деп ойлаймын. Енді бұл кездейсоқтық жағдай емес. Сол біздің Сәуле апайымыздың мықты кемеңгерлігі, мықты даналығы, мықты батырлығының арқасында Күннің шуағы компаниясы 2020 жылы құрылады 8 тамызда. Және компанияның президенті өзінің бизнес идеясын, бизнес үндеуін халыққа жариялайды. Яғни менің компаниям отандық өнімдерді таратады. Алдын мен өзімнің жеріме, өзімнің халқыма таратамын. Содан кейін неге менің атым Sunlight Corporate деп айтылып тұр, аталып тұр. Яғни болашақта, алдағы өмірде, болашақта осы Қазақстанның бренд өнімдерін, ол кезде әлі саумал екенін білмейді, компанияға әлі ешқандай келісім шарт болған жоқ. Сол бренд өнімдерді мен Европа елдеріне танытамын, көрсетемін деген үлкен арман жоспарым бар дейді. Және де сол компанияның, сол өнімдердің өндірушілері отандық ғалымдар болуы тиіс дейді. Осы бизнес идея, бизнес үндеу біздің Қазақ тағамтану академиясының ішінде жұмыс жасайтын отандық ғалымдарымызға қатты ұнайды. Неге дейсіздер ғой? Өйткені біздің ғалымдарымыз қолындағы мықты, дәлелденіп, зерттеліп болған өнімдерін кімге сеніп табыстап берерін білмей отырған болатын. 20 жылға астам уақыт біздің ғалымдарымыз осы өнімдердің барлық құрамын зерттеп, дәлелдеп болады да, енді кімге табыстап, кімге ұсынуын білмей отырады. 6 жыл сол мықты, керемет өнімдері, дәлелденген, зерттелген, халыққа тек пайдасы болатын өнімдері шаң басып, столдың полкілерінде, шкафтың полкілерінде тұрады екен. Яғни 2020 жылдың 8 тамызында біздің компания мен Қазақ тағамтану академиясының ғалымдарының арасында ұзақ жылдарға отырғызылған эксклюзивті келісім шарт бар. Яғни осы саумал сұлы өнімдері еш жерде қайталанбайды деген сөз. Бұл өнімдердің құрамдарының барлығы ғылыми жолмен зерттеліп, дәлелденіп болған. Біздің ғалымдарымыз 20 жылдан астам уақыт осы өнімдердің әр капсуласының ішіндегі әр пайдалы дәруменнің салмақтарының барлығы миллимольдарына шейін есептелініп, көз майларын тауысып,
сол мықты өнімдерін кімге ұсынарын білмей отырғанда осы біздің компания құрылып, компанияның президенті осындай керемет мықты бизнес үндеуін халыққа жариялап, осы керемет өнімдерді халыққа тарататын мүмкіндік туды. Сол 2020 жылдың 28 қараша күні мені бір құрбым шақырып, Камшат деген құрбым шақырып, маған ол кезде бізде тек қана осы саумал өнімі болатын. Саумал туралы маған мықты ақпаратпен бөлісті. Маған қатты ұнады. Мен бірден 2 құтысын алып келіп, осы саумалдың үйіме алып келіп, кешкісін тамақ ішіп болғаннан кейін бір ғана капсуласын ішіп ұйықтаған едім. Сол таңертеңгі оянған Гүлжайнар негізінде басқа Гүлжайнар болып оянды. Өйткені мен соңғы 4-5 жылдықта ұйқы дегенді ұмытқан болатынмын. Ал ұйықтамаған адамның нерв жүйесі зақымданады, ол адам ашушақ бола береді. Енді өзіңіз бір күн дұрыс ұйықтамасаңыз, көңіл күйіңіз дұрыс болмайды ғой. Ал мен 4 жыл, 5 жылдай уақыт ұйқы дегенді ұмытқан болатынмын. Білмеймін неге екен, мына менің бір басымда бір мазасыздық, бір сергелдең, бір сенімсіздік, сондай уақыттар менде өтті. Енді мінекей осы біздің компанияға кездесіп, мына саумал өнімін ішкеннен кейін менің өмірімде үлкен өзгеріс болды. Үлкен бір болашаққа деген сенімділігім болды. Осы өнімдерді, осы саумалды қатты жақсы көретінім соншалық, мен қазіргі таңда сол осыдан 2,5 жыл бұрынғы өзімнің сол бір капсула саумалды ішіп оянғаннан кейінгі эмоциямды әлі күнге шейін барлық адаммен, айналаммен бөлісе аламын. Бұл саумал маған сенімділік ұялатты. Бұл саумал маған болашаққа үмітпен қарауды, болашаққа жоспар құруды үйретті. Бұл саумал менің өмірімді өзгертті деп айта аламын. Қазіргі таңда осы күннің шуағы компаниясында қызмет жасап отырмын. Барлық адамға қаншалықты бұл өнімдердің пайдалы екендігін, қаншалықты ішкен адамға пайдасы бар екендігін, қаншалықты бұл саумалдың бізге өте қажет екендігін мен барлық қасымдағы, айналамдағы барлық адамдарға түсіндірумен, жеткізумен қызмет жасап отырмын. Аллаға шүкіршілік, қазіргі таңда осы саумалды ішкен барлық адамдар дән риза. Сол пайдаланған адамдардың алғысы маған ерекше бір жүрегіме қуаныш ұялатады, сенімділігімді нығайтады, болашағыма үлкен зор үмітпен қарауға маған мүмкіндік береді. Алла тағалаға мыңда бір шүкіршілік тәуба деймін. Біздің осы өнімдеріміз қазіргі таңда қаншама халықтың сүйікті дәрумендеріне айналды. Біз тыңдаған кезде біздер тыңдаймыз, бірақ өзіміздің жүрегімізді тыңдай алмаймыз. Неге? Жүрегімізді тыңдауды үйрену керекпіз. Бізге тыныштық керек. Біз өзіміздің жан дүниемізді тыңдап үйренетін болсақ, қаншалықты біздің жүрегіміз бізге әрқашанда оң ықпал береді, оң подсказка дейміз ғой, оң бізге шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Сондықтан әрқашанда өздеріңіздің жүректеріңізді тыңдаңыздар. Осы ақпаратты естіген адамдар мықтылығы, киелілігі, құндылығын мен түсінемін. Саумал туралы ақпаратты естіген адамдар әрқашанда келеді. Әркімнің өзінің уақыты болады. Біреулер жүріп барып тыңдайтын болады, біреулер отырып тыңдайтын болады, біреулер әр адамның әртүрлі өзінің уақыты болады негізінде. Біз асықпау керекпіз. Бірақ біздің саумал барлық адамдарға керек. Барлық адамдар ішу керек. Өйткені қазіргі таңдағы біздің пайдаланып жатырған тамақтарымыз күнбе-күнгі ешқандай құнарлы дәрумендермен байытылмаған. Біз ешқандай, біздің клеткамыз, біздің организміміз ешқандай өзіне қажетті дәруменді ала алмайды. Сондықтан да осындай пайдалы өнімдерді баршаңызды пайдалануға шақырамын. Алдымен ақпаратты дұрыстап, түсініп тыңдап алыңыздар. Жүректеріңізбен тыңдап алыңыздар. Жүректеріңізді тыңдауды үйреніңіздер. Сол кезде сіздің жүрегіңіз сізге қандай пікір береді, қандай шешім қабылдауға ұсыныс береді, сол жүректеріңізді тыңдайтын болсаңыздар, сіздер ешқашанда адаспайсыздар.
баршаңызға көп көп рахмет.